Сәлем достар, бүгін номер 3 Бескөл орта мектебінде ресми түрде отбасы күні қарсаңында мерекелік апталық басталды. Осыған орай ата-аналарға бірнеше сұрақ қойып, сауалнама жүргізгенді жөн көрдік. Олай болса, тамашалайық. Бүгін қандай мереке екенін білесіз бе? Бүгін отбасы күні. Сәлеметсіз бе? Бүгін қандай мереке екенін білесіз бе? Отбасы күні ме? Бүгін 13. Отбасы мерекесі да? Отбасы дегенді бір-екі ауыз сөзбен қалай сипаттайсыз? Отбасы деген ең алдымен бұл біздің жанұямыз, балаларымыздың болашағы, үйдегі қалай айтсам болады, ауа райы деуге болады. Отбасы деген ол ең бірінші денсаулық, бала шаға, тәрбие, жылулық. Біз бақыттымыз. Өйткені менің отбасымның дені сау, бірлігі жарасқан. Мен ризамын өзімнің отбасыма. Өсіп кеткен біздің балаларымыз аман болсын. Отбасы туралы қандай мақал-мәтелдер білесіз? Отан отбасынан басталады. Балаларыңызды қалай еркелетесіз? Ботақаным, қошақаным, алтыным, жарығым, күнім деп еркелетем. Әмешөк деп, ансарым, балапаным деп, құлыншағым, сондай сөздермен еркелетем. Мерекеге орай қандай тілек тілейсіз? Әр отбасыға мен денсаулық тілеймін, бақыт, кімде бала-шаға бар, бала-шағаларың аман болсын, кімде жоқ бала-шаға болсын. Ең бастысы денсаулық және де еліміз аман болсын. Отбасы көбейген сайын біздің елімізден нығая түседі. Барлық қазақстандықты отбасы мерекесімен құттықтаймын. Оның ішінде осы Бескөл номер 3 орта мектебін құттықтаймын. Ұстаздар қауын, ата-аналар қауын, оқушыларды, өзіміздің балалар біздің болашағымыз. Осы балаларымызды құттықтаймыз. Мерекеге орай барлық еліміздің жанұяларына, отбасыларына бақыт тілеймін. Ең алдымен балаларымыздың денсаулығы, ата-аналарымыздың денсаулығы, еліміз тыныш болсын. Әр отбасында шаттық, береке, бірлік болсын, ата-аналарымыз аман болсын. Отбасы өзі ата-анадан құралады ғой. Ата-ана, бала, ата, әже, тағы да. Қандай мүше бар отбасында? Сол барлық адамдар, еліміз жалпы тыныш болсын, елімізде тыныштық болса, бейбітшілік болса, әр Қазақстанның отбасында да береке, бірлік болады, тыныштық болады. Әрбір бала өсіп келе жатқан бақытты болады. Зор денсаулық бәріне. Отбасыда адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім, жақындарына, туған-туысқандарына деген сүйіспеншіліктен басталады, деп тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев айтқан болатын. Олай болса, біз сіздерге шаңырақтың шаттығын тілейміз. Әр отбасыға бақыт ұяласын. Сіздермен болған Гүлім Төлеу, арнайы мектеп телестудиясы үшін.